Алла Тағала хадис анамызда кемел ақылға бөлеген. Ақыл кемелдігі деген кезде шариғат түспей тұрып, істерінің барлығы шариғатқа сай орындалатын адам болған. Тіпті сол заманда пайғамбарымыз саллаллаху қосылғанға дейін ол кісі үлкен бір саудамен айналысты. Саудаға жақсы бір сенімді адамдарды жалдап, солар арқылы жүргізді. Сол кездің өзінде сауданы үйінде отырып жүргізген. Сол заманда. Кейін шариғат түскен күнге қарасаңыз, күллі амалы сай келеді. Сөзі де, мінезі де, қылықтары да, жүріс-тұрысы да сай келмейтін тұсы жоқ. Міне осы нәрсені ақыл кемелдігі дейді. Осындай адамда Алла Тағала пайғамбарымызға сыйлап қойған еді, қасына осындай серік болсын деп, ерінің мақсатын сыйлайды. Мысалы, жаңағы жерде біз ақылымыз кішкене, деңгейіміз аздау болса, біз бұлай деп айтар едік пайғамбарымыз саллаллаху. Сол хира үңгіріне бармай-ақ қойғаныңыз дұрыс болатын еді ғой осы. Неңіз бар еді сол жақта дегендей нәрселер. Не сондықтан ер адамның қасында да осы оқиғада алға сүйрететін әйел заты керек екен. Алға қарай итермелейді.